Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалатын өте жұмсақ әрі ерекше дәмді болып шығатын ирис тортын жасап көрсетемін. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның үстіне шекерді салып, жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп болған соң үстіне балды салып, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Сұйық массаларымыз осымен дайын болады. Енді құрғақ массаларымызды дайындаймыз. Ол үшін ұн, какао, разрыхлитель және де шым тұз қажет болады. Осыларды електен өткізіп, жақсылап тағы да миксерлейміз. Дайын болған массаларымызды 3 бөлікке бөліп, дәл осы видеодағыдай пергамент қағазға жағып шығып, 180 градус қысып тұрған пеште 15-20 минут бойында пісіріп аламыз. Пісіп шыққан корждарымызды дәл осы видеодағыдай пышақ арқылы бірдей етіп кесіп аламыз. Осы жиналған крошкаларымызды торттың бетін әсемдеуге пайдаланамыз. Енді торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын оның үстіне вареный сгущенкамызды да салып, жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Міне, креміміз дайын болды. Енді дәл осы видеодағыдай корждардың арасына жағып шығамыз. Ең бірінші коржды теріс жағынан салып аламыз. Кремді тортқа толық жағып болған соң, корждардың шетінен кесіп алған крошкаларды осылай видеодағыдай сеуіп шығасыздар. Әсемдеуді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыз да болады. Крошкаларымызды жағып болған соң, дайын болған тортты 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Міне қыздар, осымен біздің тортымыз дайын. Егер де осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.